Облыстық ғылыми әмбебап кітапхананың сырт келбеті биыл жаңармақ. Облыс бюджетінен бөлінген қаржыға қазіргі уақытта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәдениет саласына өңір тарапынан қыруар қаржы қарастырылды. Нәтижесінде рухани нысандар өз екінші өмірлеріне қадам баспақ. В текущем году мы завершаем ремонты. Биыл облыстың 5 мәдениет ошағы күрделі жөндеуден өтеді. Шалақын, Аққайын аудандары мен Петропавлдың 3 нысанында құрылыс жұмыстары басталды. Бұл мақсатқа 65 миллион теңге қарастырылған. 1972 жылдан бері Петропавлдағы орыс драма театры ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Биыл облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға тиісті құрылыс шаралары жүргізілді. Фасадтан бөлек театр маңы абаттандырылып, айналасына жасыл желектілер мен қарағай ағаштар отырғызылды. Сондай-ақ нысанның қабырғалары сырланды. Қабырғаларын жөндеді, телевизорлар, бордюрлар ауыстырылды, жанындағы осы маңайындағы жерлерге ағаштар орнатылды. Тағы да көптеген жұмыстар қалпына келтірілді. Өйткені 1972 жылғы салынған ғимарат көптен бері бүгінгі күнге дейін, яғни көптеген жұмыстар, жөндеу жұмыстар жасалмаған. Сол себепте қалпына келтірілді. Ал Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының алаңында қызу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қала әкімдігі күшімен кеспе тастар төселуде. Мердігер компания қызметкерлерімен жұмыс істемеген субұрқақ алынып тасталды. Енді бұл маңда қалалықтардың серуендеп демалуына барлық жағдай жасалмақшы. Жарық жаңадан орнатылады. Сонан кейін отыратын орындар ауыстырылады. Мына жерде кәдімгідей үлкен бір демалыс аймағына өзгереді деп айтсақ болады. Сонан кейін бұл көше беті, сонан кейін біз театрдың ішкі аула жағына көшетін боламыз ақырындап өзіміздің күшімізбен. Бұл енді қанша дегенмен ескі ғимарат болғаннан кейін бұны арнайы жаңағы лицензиясы бар құрылысшылар жасау керек болады, күрделі жөндеуді. Биыл қазақ театрының ішкі әрлеу жұмыстары аяқталды. Соңғы рет қаланың киелі шаңырағы 10 жыл бұрын жөнделген. Осы жолы бейнебақылау камералары қойылып, театрдағы 2 зал ретке келтірілді. Осымен театр басшылығының сөзінше жөндеу жұмыстары аяқталмайды.